ақш-та қазақтың ұлттық өнерін дәріптеп жүрген отандастарымыздың қатары уақыт өткен сайын артып келеді. Солардың бірі Калифорния штатындағы қазақ орталығының домбыра үйірмесі жетекшісі Әйгерім Нұржаубекова. Алматы қаласында дүниеге келген Әйгерім Мұхаммерқызы 6 жасынан бастап домбыраға әуес болыпты. Мектеп қабырғасында байқаударға қатысып бірқатар жүлделі орынға ие болған ол, бүгінде ақш-тың Калифорния штатындағы қазақ орталығында домбырадан сабақ береді. Қазіргі уақытта Әйгерім Нұржаубекованың сабағына 6 оқушы қатысады. Ұлттық өнерге деген қызығушылықтарының арқасында оқушылар жақсы нәтиже көрсетуде. Мысалы, олар биылғы Наурыз және Жеңіс күніне арналған іс-шараларда көпшілік алдында өнер көрсеткен. Айта кетсе, Калифорниядағы қазақ орталығының басшысы Раушан Мұхтар. Орталықта қазақ отбасыларының балалары мектептегі сабақтан тыс уақытта мұнда домбыра үйірмесі мен спорттық секцияларға қатысады. Сонымен қатар орталықта балалар салт дәстүр мен ұлттық құндылықтарды бойға сіңіру үшін қажетті мүмкіндік қарастырылған.